Тіліне қарап сөйлесін Шафқат, немесе мен басқа бір жауынгерді де таңдай салам, маған бәрібір. Инстаграм болсын, қай жерде бір пост салсам болды, кішкентай қандай Шафқаттан жүгіріп келіп 100 комментарий жаза береді. Мен оған осы UFC-де деңгейлердің бар екенін түсіндіремін. Сөйтіп оны мерзімнен бұрын жеңіп тастаймын. Жанкүйерден саған сұрақ бар. Сенің ойынша қай жауынгермен сенің жекпе-жегің қиынырақ болады, Шафқатпен немесе Усманмен? Қиын жекпе-жек? Шынымды айтсам, онда Усман дер едім. Себебі ол жоғарғы деңгейде ұзақ болды. Оның стилі және де IQ өте жоғары. Мен өзімнің IQ-ме жақын жауынгермен жекпе-жекке шықсам, маған қиын болады. Оны шаршайды дейді көбісі, бірақ та олай емес. Ол 8 күнде ақ Хамзатпен шыққан еді. Және ол өте жақсы өзін көрсетті. Оған Хамзатқа ешкім жақындап, ондай қарсылас көрсеткен емес. Сондықтан менімше Усман деп ойлаймын. Бүгінгі бейнеміз Нұрсаяның арқасында шыққан болатын. 500 теңге үшін көп рахмет. Бұның барлығы таза арнаның дамуы үшін кетеді. Өзіме жаңа микрофон алам ғой деймін. Ал егер де сіз келесі бейненің себепкері болғыңыз келсе, переводыдағы номердің орнына картаны басып, осы номерді тіркеп, кез келген қаражатты жіберулеріңізді сұраймын. Алдын ала қазақ бауырларыңызды қолдағандарыңыз үшін мұнда бір алғыс. Мақұл, Твиттерде сен кішігірім Шафқатпен сөз таласқа түскен едің. Ол Шафқат сені UFC 307-де кездесу керек етін деді қазан айында, бірақ та сен келіспей, сосын желтоқсан айында шығамын дедің. Не болып жатқанын айтшы Шафқатпен, және де сен қай уақытта шыққың келеді онымен? Ой, ол Шафқат біздің Усман екеуміздің сөз таласымызды көріп, сол тағы да бір белбеу үшін, мүмкіндік алу үшін бір бәле айтқан секілді сөйтіп. Ол бір треш-токер емес, сондықтан ол маған бір шыға бермейсің, активный чемпион емессің деп сөйтіп тиісе берді. Мен онымен не қылам? Қазанның 7-сінде шығып, егерде мен желтоқсанда шығып, өзімнің жерімде Абу-Дабиде шыға алатын болсам. Сондықтан менімше әр адам негізі, әр жауынгер өзінше бір жекпе-жегін айналдыра алады, бірақ Шафқат не істеді? Ол соңғы жекпе-жегінде тек Томпсонды жеңді. Оны бір лайықты дей алмайсың, тағы да бір жекпе-жек керек. Оны бір ешқашанда жеңілмеді дейін десең, Янгери бар, ол да жеңілген жоқ. Ол тіпті MVP-ді жеңген еді. Сондықтан бізде әзір нақты бір үміткер дейтіндей жауынгер жоқ. Егерде мені бір жыл бойы жекпе-жекке шықпады десе Шафқат, онда мен өзім кезімде Гилберт Бёрнспен претендентскийге шықтым. Одан кейін Леон Эдерспен Колбидің жекпе-жегін страховать еткен болатынмын. А ол не істеді? Томпсонды жеңгеннен кейін ғана болды, ештеңе істеген жоқ. Сондықтан мені ойламаңдар, ол қорқып қалды, шыққысы келмейді деп. Мен қалаған кезде шығамын. Мен шыққым келеді. Бірақ та өзім қалаған кезде. Маған желтоқсан ыңғайлы. Егерде UFC-де желтоқсанда шығасын десе, онда шығамын. Бірақ та ешқашан оның айтқан уақыты мен шықпаймын. Өзім қалаған уақытта өзім қалаған жауынгермен шығамын. Тіліне қарап сөйлесін Шафқат, немесе мен басқа бір жауынгерді де таңдай салам, маған бәрібір. Ситибанк ыңғайлы банктардың бірі. Өзіңізге керек кредитный карта немесе банковское дело, кредитование, инструменты, қалаған функцияны таңдап, ішінен өзіңіз қалаған қызметті жасай аласыздар. Өте ыңғайлы, әрі де қарапайым. Кіріп көріңіздер, Ситибанк. Мақұл, егерде сен таңдайтын болсаң, кімді таңдар едің? Желтоқсанға. Егерде Усман жеңілмегенде соңғы жекпе-жегін Хамзаттан Усман дер едім, бірақ та барлығы оның қысқа уақытта шыққанын ұмыта береді. Бірақ та ол да не дегенмен
3 жеңіліс бар, оған 1 жеңіліс керек. Сондықтан әзір мен Шавкат дер едім. Себебі қазір барлығы ең қорқынышты санайды, оны ешкім тоқтата алмайды дейді, және де Инстаграм болсын, қай жерде бір пост салсам болды, кішкентай қандай Шавкаттан жүгіріп келіп 100 комментарий жаза береді. Егер де мен хейтерлердің ауыздарын жапқым келсе, онда Шавкатпен шығу керекпін. Ал Усманмен шықсам не дейді? Ой, ол бір қартайған біреумен өзі 0-3 атылып келе жатыр, какой-то бір мешокты жеңдің дейді. Ал Шавкат болса, ешқашан жеңілмеген, онымен құрса барлық жеңісі мерзімнен бұрын. Сондықтан оны талдырып жеңсем, бітті. Ешқашанда жеңілмеген. Шавкатпен жекпе-жегін қандай болады, қалай көресің? Менімше, шынымды айтсам, дәл Леон сияқты болады. Леонды доминировать еткенде жасаймын. Мен негізі түрлі стильде жекпе-жекке шыға аламын. Әр жауынгерге өзінің ыңғайын таба аламын. Мысалға, стойкада болса, мен онымен күреске шығамын. Және де, егер артқа қашу керек болса, артқа қашып, алға шығу керек болса, алға шығып, кейбіреумен күресем, кейбіреумен стойкада шығамын, әр түрлі. Мысалға, Бёрнспен және де Брейдимен ешқашанда кірген жоқпын тейкдаунға, ал Рион Эдерспен көп кірдім тейкдаунға. Сондықтан мен Шавкаттың да әлсіз жерін табамын, сосын сол әлсіз жерінен басып тұрамын. Ол қалай өзін ыңғайсыз сезіндіруді білемін мен. Ешқашан жеңіліп көрмеген жауынгерге. Ол сосын ыңғайсыз сезінгенде өзін, мен оны сындырып тастаймын. Мен оған осы UFC-де деңгейлердің бар екенін түсіндіремін. Сөйтіп оны мерзімнен бұрын жеңіп тастаймын. Сіздердің қолдауларыңыз арқылы ғана мен бүгін жазылған едім. Рахмет сіздерге көп-көп, аман болыңыздар. Сіздердің арнамызға сәттілік тілеп, комментарийларыңыздың барлықтарын оқып жатырмын. Мұнда бір алғыс сіздерге. Ал бұл маған ерекше ұнаған комментарийлардың бірі. Ал сіздермен болған солай идея арнасы. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мұнда бір алғыс. Аман сау болыңыздар, келесі видеоларда кездескенше. Сау, саламатта болыңыздар.